тақырып аясында мінбеге шығып сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе, шуақты шақ. Жалпы айтқанда, қыз тәрбиесі, ене мен келіннің арақатынасы, әйелдің отбасындағы, қоғамдағы орны туралы тақырып қозғау мен үшін таңсық дүние емес. Неге десеңіздер, мен өзім 5 қыз, 1 ұл өсірген отбасынан шықтым. Қазіргі таңда ата мен ененің қолында тұратын келінмін, 4 баланың анасымын. Және отбасындағы бұл статусым менің азаннан кешке дейін аяғынан тік тұрып, әрбір баланың басына жеке жауапкершілікпен басыммен жауап беретін мұғалім болып қызмет етуіме, сол қызметінде үлкен жетістіктерге жетуіме ешқандай кедергісін тигізіп жатқан жоқ. Бұдан бөлек мен қоғамдық саяси жұмыстарға араласып, Жамбыл облыстық мәслихатының 7-ші шақырылым депутаты да болған жағдайым бар. Жалпы қазақ отбасында, қазақ ортада отбасының мүддесі кез келген әйел адамға, кез келген азаматқа жоғары тұру керек деген тәрбие менің қоғамдық әлеуметтік ортадағы белсенділік танытуыма ешқандай кедергі емес. Ол үшін ең басты біз отбасындағы үйлесімділікті және отбасы мүшелерінің бір-біріне деген құрметі мен қолдауларын сезінуіміз керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Отбасындағы үйлесімділік деген не? Отбасындағы үйлесімділік деген бұл отбасы мүшелерінің бірін-бірі түсіне білуі, бір үнде болуы, бір-бірінің жоғын, кем-кетігін бір-бірінен толықтырып отыруы, көңіл жоқ болса көңілін көтеру, көңілін табу, дұрыс тәрбие беру, бір бағытты ұстану. Және біздің отбасымызда дәл осы үйлесімділік, қолдау және бір-бірімізге құрмет көрсету факторлары өте берік сақталғандықтан мен өзімнің жұмысымда, қоғамдық жұмыстарда белсенділігіме өте үлкен септігін тигізіп жатыр. Мен ойлаймын, отбасы институтының осы секілді негізгі факторларынсыз әйел ешқашан дами алмайды. Қазіргі қоғамның қай бағытын алсақ та, барлық салада қазақтың ару қыздары жүр. Олар кешегі тарихымыздағы болған ана, домалақ ана, дарабоз аналарымыздың ізін жалғастырушылар деп білемін. Халқымызда әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген ұлағатты сөз бар. Мұндай ұлағатты сөздерге дәлел бола алатын қазақ халқында мысалдар да, аңыз әңгімелер де өте көп. Бір ғана салиқалы амалымен ұрпағын тәрбиелеп, балаларын мейірім мен махаббатқа бөлеген аналарымыз дүниеге асылдың сынығындай Абай, Шоқан, Ахмет Байтұрсыновтай тұлғаларды алып келіп отыр. Тіпті ол кісілерді айтпайық, жаңа үлгі ретінде ауданымыздан шыққан қаншама тұлғаларды мысал ретінде айтып кетсек, артық болмасын, барлығымыз жақсы түсінеміз. Енді мен жас ана ретінде, жалпы жастарға, осында отырған қыз-келіншектерге бір ақыл кеңесімді айтсам деп отырмын. Құрметті қыз-келіншектер, көп жағдайда сұрақ қойып жатады. Қалай үлгересіз, жұмысқа қалай, саяси кеңеске, қоғамдық саяси жұмыстарға қалай үлгересіз деп. Жалпы отбасындағы тыныштық, атмосфера дейді ғой, бұл ең басты келінге байланысты. Келін отбасындағы ата-енеге құрмет көрсетіп, олардың көңілінен шығатын болса, ол кісілер міндетті түрде қолдауларына ие болады. Ол тек қана ата-енеге сыйлық сыйлау, бір затын әперу, немесе материалдық тұрғыдан емес, бұның барлығы тек рухани тұрғыдан. Бұл кісілерге тек қана бір ауыз жылы сөз керек, көңілін табу керек. Мұны күні кеше ғана мысалы алғыс айту мерекесі болды. Алғыс айту мерекесінде алғысым шексіз деп, ең бірінші осы аналарымыздан бастасақ, аталарымыздан бастасақ. Қандай марқак? Мен мысал ретінде өзімді айтайын. Мен бір бейнеролик жасадым да, кішігірім ғана, 1 минуттық. Сол жерде керемет енеге арналған сөз бар екен. Сол сөзді қосып енеме жібермедім, WhatsApp-пен, жай ғана әлеуметтік желі арқылы. Қандай марқайып енем, мақтанып, абысындарына жіберіп, ағайын туысқандарына жіберіп, мысалы мәз болып отыр да. Бұл кісілердің мәз болғаны мен үшін жақсы. Өйткені бұл кісілер менің қорғауым, қолдауым, менің балаларымның ошақтың иесі айтқанда. Мен сыртта жұмыспен жүрген кезде осы ошақты жылы ретінде сақтайтын кісілер. Ал енді осындағы ару қыз-келіншектерге айтарым, осы үйдегі кісілерге біздің бойтұмарымыз деп қараңыздар. Сол кісілердің көңілінен шығатындай, сол кісілердің разылығын ең бірінші кезекке қою керек. Ата-ананың разылығы
Алланың разылығы дейді. Сондықтан ата-ананың разылығына ие болмаған, яғни бөленбеген балалардың еш уақытта табысында береке болмайды деп келеді. Кез келген сен қанша жерден миллионға тұратындай бизнес тренингтерге қатысып, қаншама кітап оқысаң да, сіз ата-ананың разылығына бөлене алмасаңыз, сіздің тапқан табысыңыз да, істеген жұмысыңыз да оңға баспайды дегім келеді. Сондықтан құрметті қыз-келіншектер, естеріңізде болсын, ата-ана разылығын алып, табыс алсаңыздар, табыстарыңызда береке болады дегім келеді. Ал енді кішкене ғана сәл әзілім болсын деп кішкене қосып қояйын. Осында отырған енелер де бар. Егер рұқсат етсеңіздер, сіздерге де бір ғана кеңесім бар. Жалпы бір ғана келіндеріңіз үйде күрделі тазалық жасайды ғой барлықтарыңыздың. Сол кезде шыққан бір пакет мусордың ішін ақтармаңыздар. Сіз соңында осында отырған әйелдер қауымын келе жатқан халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, қазақ әйелдерінің ұстанымы бұл ұлт ұстанымы. Қазақ әйелдерінің бейнесі бұл ұлт бейнесі екендігін еш уақытта есімізден шығармайық деп келеді. Рахмет.